Саламатсыздар ма, білім алушылар? Тарих сабағына бүгінгі жаңа сабақ тақырыбы Шыңғыс хан империясы және оның мұрагерлері. Сабақтың оқыту мақсаты Қазақстанда мемлекеттіліктің қалыптасуының тарихи кезеңдерін түсіндіру, мемлекет құрылысында сабақтастықты анықтай отырып, Қазақстан аумағында ұлыс жүйесінің дамуын зерттеу. 13-15 ғасырлардағы мемлекеттердің геосаяси белсенділігін сипаттау арқылы олардың Еуразия тарихындағы процестердің барысына әсер ету дәрежесін анықтау. Шыңғыс хан моңғол мемлекетінің негізін салушы, ол тайпаларды біріктірді, ұйымдастырды және моңғол империясының бірінші ұлы ханы атанды. Қытайға, Орта Азияға, Кавказға және Шығыс Еуропаға әскер жіберіп отырды. Шыңғыс хан әкесі Есугей Баһадүр, Шыңғыс хан 1155 жылы моңғол жерінде дүниеге келді. Әйелі Бөрте ханым, балалары Жошы, Үгедей, Шағатай, Төле 4 баласы болды. Шыңғыс хан 1227 жылы қайтыс болды. Шыңғыс хан өз аты Темучин, Азияда тұңғыш біртұтас мемлекет құрушы, өз заманының аса ірі әскери және мемлекет қайраткері. Ежелгі ру басшысы түрік-моңғолдар жауларын санмен емес сапамен жеңді. Өйткені оларда мықты тәртіп, ғажайып ұйымдастырушылық қасиет болды. Оған Шыңғыс ханның әскери қызметі мен қолбасылық қабілетінің ерекше жоғарылығы қосылды. Жастайынан алдына қойған мақсатына жетіп, тарихи әлемге ең әйгілі қолбасшы, жаулап алушы атағымен қалды. Көптеген мемлекеттерге өз ықпалын жүргізді. Неге моңғол империясының әскері әрқашан жеңіске жетіп отырды деген сұраққа келетін болсақ, жалпы моңғол әскеріне қатал тәртіп болды. Егер бір сарбаз сатқындық жасаса, немесе қашып кетсе, сол бөлімшедегі 10 сарбаз қатаң жазаға тартылып отырды. Жалпы моңғол әскері былайынша құрылды. Жасағы бірінші 10-дық, бұнда 10 адам болды. 100-дік екінші, 3-ші 1000-дық, бұнда 1000 сарбаз болды. Бір түменде 10.000 сарбаз жасақталды. Шыңғыс хан әскер жалпы ауыр атты әскер және жеңіл атты әскер болып бөлінді. Мына жерде бейнеленген көріп отырсыздар, жалпы ауыр атты әскердің қару-жарағы жеңіл атты әскерге қарағанда біршама жетілдірілген болды. Шыңғыс ханның ұлы жасақ заңы, яғни яссы, әскери құқықтық заңдар жинағы. 1206 жылы Шыңғыс ханның басқаруымен өткен түркі-моңғол ақсүйектерінің құрылтайында яссы заңы жасалды. Яссы Шыңғыс хан тұсында қабылданған моңғолдардың әдет-ғұрып заңдарының жинағы. 13 ғасырдың басында моңғол мемлекетінің құрылуы мемлекетті басқару үшін ортақ жазбаша баянды етілген құқықтық нормалар мен заң ережелерін әзірлеу қажеттігін туғызды. Жалпы моңғол әскерінде пошталық жүйе орнады. Моңғолда пошталық жүйені пошталық орындарда көрсеткен. Мұндай орындарды ямдар деп атады. Ямда жолаушы демалу, тамақ ішіп жеу, ат ауыстыру, тағы басқа да қажеттіліктер жасалды. Отар шайқасына келер болсақ, Отарға жолықты Шыңғыс хан Орта Азияға сауда керуенін жіберіп барлаудан бастады. 500 түйеден тұратын керуенде моңғол жансыздарын қоса есептегенде барлығы 450 адам болатын. Көп адамы бар керуен 1218 жылдың жазында Отарға келіп жетеді. Отардың билеушісі Қыпшақ Қайырхан көпестерді тыңшылық жасады деп күдіктеніп, оларды өлтіруге бұйырып, керуен тонап алады. Шыңғыс хан Қайырханды ұстап беруді талап етеді. Бірақ Хорезм шахтың бұл талапты орындамағаны былай тұрсын, сонымен бірге елшілерді өлтіруге әмір етеді. Бұл Шыңғыс ханның Орта Азияға, Отырарға қарсы соғыс ашуына себеп болды. Шыңғыс ханның Хорезм шахтпен соғысу үшін жинаған әскердің дәл саны белгісіз қазіргі күнге дейін. Одақтастарымен, жетісу қарлықтарымен және Шығыс Түркістан ұйғырларымен қосып алғанда 150 мың жауынгерден
сан жобаға келеді жалпы. Жорық 1219 жылдың қыркүйегінде Ертіс жағалауынан басталды. Деректемелердің мәліметтеріне қарағанда Шыңғысхан әскерін Ертістен Сырдарияға дейін бұрынғы жаулап алушылар жүрген жолмен Жетісу арқылы алып өткен. Отырарға таянғанда Шыңғысхан оны қоршауға ұлдары Шағатай мен Үгедей басқарған әскерлерді қалдырып, ал Шыңғысханның өзі негізгі күштермен Бұхарға аттанады. Отырарды қоршау 5 айдан астам уақытқа созылды. Қаһармандық қозғалыстың 5-ші айы бітуге айналғанда Хорезмдік әскер басы Хараджа Хаджи 10 мыңдық қолмен моңғолдарға беріліп, оларды қалаға кіргізіп жібереді. Алайда Отырар соңында табандылықпен қорғана береді. Арыстандай айбарлы әскерлермен Қайырхан берік қамалға бекініп алады да, моңғолдар оны алу үшін тағы 1 ай уақыт сарп етуге тура келеді. Қамалды қорғаушылар түгел қырылғаннан кейін ғана ол 1220 жылы ақпанда алынады. Қайырхан қолға түсіп, Шыңғысхан алдына апарылған жерде қатаң жазаланып өлтіріледі. Шыңғысханның ұрпақтарына келетін болсақ, жалпы 4 баласы барды жоғарыда атап өттік. Оның тұңғышы Жошы хан 1187-1227 жылдары өмір сүрген деп көрсетіледі тарихи деректерде. Моңғол қолбасшысы. Моңғол шапқыншылығынан кейін Қыпшақ даласында құрылған жаңа мемлекет Жошы ұлысының негізін қалаушы. Атақты Шыңғысханның Қоңырат қызы Бөрте бәйбішесінен туған 4 ұлдың үлкені. Екінші баласы Шағатай ұлысы. Шағатай ұлысы Шыңғысханның екінші ұлы. Шағатай билік құрған әкімшілік аймақ. Шыңғысхан орталық Азиядан жаулап алған жерлерін 4 ұлының Жошы, Шағатай, Үгедей үлестеріне бөліп бергенде Шағатайға Әмудария, Сырдария, Мәуленахр, Жетісу және Іле Шығыс Түркістан жерлері тиді. Ұлыс орталығы әр жылдар Алмалық, Қиялық, Қарши, Ақсу қалалары болды. Шағатай ұлысының халқы отырықшыл және көшпелі бөліктерге бөлініп өмір сүрген. Шыңғысханның 3-ші ұлы Үгедей. Моңғол ұлысының 2-ші ұлы ханы. Әкесінің мұрагері Шыңғысханның көршілес елдерін жаулау саясатын жалғастырған. Төле түрік-моңғол ханзадасы Шыңғысханның 4-ші ұлы. Шешесі Бөрте Қоңырат тайпасынан шыққан. Төле жас кезінен бастап үнемі әкесінің жанында болып, моңғолдардың негізгі жорықтарын бәріне дерлік қатысқан. Кейіннен Шыңғысхан өз билігі аймақтарды Бөртеден туған 4 ұлына бөліп бергенде Төлеге қара шаңырақ иесі кенже бала ретінде моңғол үстіртімен түрік моңғолдарының негізгі әскери күші мұраға қалдырылған. Әкесі қайтыс болғаннан кейін ол тақ мұрагері ағасы Үгедейге бағынды. Мына жерде схемамен көрсетілген жалпы моңғол империясының құрылымы. Енді үй тапсырмасына келер болса, Шыңғысхан жорықтар тақырыбында конспектті жазу, сәйкестендіру тестін орындау. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.